Сәлеметсіздер ме? Балықтар. 2022 жылдың шілде айына таро расклад. Так, бірінші карта бізде восьмерка чаш. Прошлыймен байланысты мәселелерге өте абай болыңыз. Мысалы, өткен ісіңіз, өткен жұмыстар, өткен жіберген қателіктерге қайта оралуға болмайды сізге. Жаңағы мысалға, бұрын бір жерде жұмыс жасап, қайтадан сол жұмысқа шақырса, шілде айында мысалы қайтып баруға болмайды. Уже бір рет жасаған қателікті екінші рет қайталамауға тырысқаныңыз жөн. Артқа қарай емес, наоборот, алдыға қарай талпыну керек сізге шілде айында. Прошлыймен байланысты бір мәселелер болуы мүмкін, сондықтан есте сақтаңыз. Мүмкіндігінше бір жаңа варианттар жасап көргеніңіз жөн. Келесі, правосудие, старший аркан, заңмен қатысты, сотпен байланысты бір мәселелер шешілмей жүрсе, осы шілде айында шешілуі мүмкін. Немесе біреулермен соттасып, заңға қатысты бір әрекеттер жасауыңыз мүмкін. Басы бос балықтар отбасын құру мүмкін, жаңағы заңды түрде, не болмаса развод, яғни ажырасу болуы мүмкін. Так, келесі карта бізде паж мечей. Асығыс шешім қабылдамаңыз, және де ойланбай ештеңе айтпауға тырысыңыз. Резко жаңағы ойланбай сөйлей салғаныңыз, жаңағы айта салғаныңыз, бұл басқа адамдарға кері әсерін беріп, ренжісіп қалуыңыз мүмкін. Басқа адамдар дұрыс түсінбей қалуы мүмкін. Сондықтан каждый нәрсені айтардың алдында мүмкіндігінше жақсылап ойланып алып, шешім қабылдап сөйлегеніңіз, айтқаныңыз, жасағаныңыз дұрыс болады.